Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қарапайым томаттан аджика жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар чеснок, томат, укроп, су керек болады. Қайнап тұрған суымызды суытып аламыз. Содан соң банкамызға жартыдан көп қылып томатымызды саламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Бұл қарапайым томат болғанмен чеснок, укроптарды салғансын өте дәмді болып шығады. Чесногымызды үккіштен өткізіп аламыз, немесе қолымен майдалап турап аламыз. Содан соң үстіне суымызды құямыз. Майдалап туралған укропымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзды саламыз. Тұзымыз әбден ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне ащыбыш немесе паприка салсаңыз болады. Ешқандай қайнатуды қажет етпейтін магазиндегі томатты пастамызды үй жағдайында аджика етіп жасап шығардық. Сіздерге ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.